Қайырлы күн баршаларыңызға, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бірге жасалу жолы өте оңай және қолда бар заттармен жасалатын шоколадты мраморный печенье жасайтын боламыз. Дәмі өте керемет, ерекше болып шығады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен жұмсақ сары майымыздың үстіне қантымызды салып араластырып аламыз. Қант пен сары майымыз жақсы араласу керек. Осы массамыздың үстіне 50 грамм какаомызды саламыз. Какаоның сапасы жоғары сапалы болған дұрыс, өйткені печеньенің дәмі какаоның сапасына байланысты болады. Үстіне жұмыртқамызды салып араластырып аламыз. Және бір шай қасық разрыхителді ұнымызды салып араластырамыз. Бізде қолымызға кішкене жабысқақ қамыр шығатын болады. Бұл қамырды 2 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Немесе кешкісін жасап, түні бойы мұздатқышқа қойып, таңертең печеньелерді жасасаңыздар болады. Печеньеге керекті заттардың бәрі толық описание бөлімінде жазылып кеткен. Мұздатқыштан шыққан қамырымыз осындай кішкене қатаятын болады, және де бізге қант ұнтағы керек болады. Ең алдымен қолымызды кішкене майлап алып, барлық печеньелерімізді дөңгелектеп шығатын боламыз. Барлық печеньелеріміз мінекей осындай дөңгелектеп шыққаннан кейін қант ұнтағына аунатамыз. Қант ұнтағы барлық жеріне тиюі керек. Қант ұнтағын бетіне де сеуіп қойсаңыздар болады, сонда трещинкалар одан сайын әдемі көрінетін болады. Осы печеньелерімізді 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Құрметті менің сүйікті көрермендерім, осы видео сіздерге ұнап жатса, немесе пайдалы болып жатса, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта жаңа рецепттер шығатын болады. Мінекей бізде осындай әдемі, жұмсақ болып шығатын қолда бар заттардан дастарханның сәнін келтіретін печеньелеріміз шықты. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менің каналымды қолдап, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.